15-інде үйімізге патша әскері кіріп келді. Менің атастырылып қойған жарым болатын, Бекболат. Сонымен сол күні кездесу керек едік, бірақ бұйырмады. Патша әскері одан бұрын кіріп қойды. Шешем Байғұс марқұм мені тығып қойған болатын. Кенет сол тығылып отқан жерімнен бір қазақ кісі өтіп барады екен. Біздің ауылдың адам болар, көмектесер деген үмітпен, ағатай, көмектесші деп жалындым. Сөйтсем, ол менің ағама өші қалған мұқаш болып шықты. Кезінде болыстыққа кірерде менің ағам оның үстінен арыз жазып болдырмаған ба, бірдеңесі бар, мен оны білмедім. Алайда ол кісіні мені патша әскеріне ұстап береді деп мүлде күтпедім. Мейлі әкеме реніші болсын, мейлі ағама өші болсын, менің онда кінәм жоқ еді. Патша әскері менің бажылдап, жылап, қарсыласқаныма қарамастан мені сол күн алып кетті. Ол оқиғадан соң мен ауылға аман-сау оралдым. Бірақ әйелі бар, еркегі бар, бәрі мені өсектің астына алды. Салтақыт, жүргіш кәпірдің астында қалды. Айтпаған сөздері қалмады. Бүкіл ауыл менен жатсынып, мен үшін намыстанды. Бірақ нағыз намыс пен ұяттың білесіңдер ме қайда екенін? Өз қызын, өз қарындастарын қорғай алмаған сол кісілердің мойнында. Сол кезде мені қорғамақ болған тек шешем ғана, әйел болса да. Ол оқиғаны ешкім елемейді, айтпайды, айтқысы да келмейтін болар. Бәлкім мені кемсіткен оларға өз ар ұяттарын мазаламас үшін оңайырақ болар. Өмірден түңіліп кеттім. Сүйенер адамым қалмады. Сол күні Құдай менің жанымды неге алмады екен? Сол күні өліп кетпегеніме қатты өкіндім.